Жер жаһанды өзінің қанық түсімен білдіріп жүретін, біріміздің сүйікті, енді біріміздің ауызға ала алмайтын көкөністеріміздің бірі қызылшаның құпиясын бірге ашайық. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Достар, біздің арнаны 76% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер де сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Тарих беттеріне көз жүгіртсек, жабайы қызылшалар ежелден бері адамзаттың сенімді серігінің рөлін атқарып келеді екен. Біздің заманымызға дейінгі 2000-1000 жылдары қызылшаның жапырақтары көкөніс ретінде және әртүрлі ауруларға шипа болатын дәрі ретінде пайдаланған екен. Қызылша аты аталатын ежелгі құжат ретінде, яғни Вавилон патшасы Мерадах Баладаның біздің заманымызға дейінгі 722-711 жылдары бау-бақшасында егілетін өсімдіктердің тізімін атауға да болады. Көп ғалымдар қызылшаның отаны Вавилон деген қорытынды жасап жатады. Аталған жазбада қызылша жергілікті көкөніс емес, Сириядан әкелінген деп айтылады. Бертін келе қызылша Азия халықтары мен жерорта теңіздеріне таралып кетеді. Халық медицинасында дәрі-дәрмек ретінде қызылшаның жапырақтары ғана емес, тамырларында пайдаланғандығы Гиппократ және Аристофан Феофраст еңбектерінде дәлелденген екен. Қызылшаны Аполлон құдайына құрбандыққа шалған ежелгі гректер оны өте жоғары бағалаған. Алғашқыда асқа тек қызылша жапырақтарын қолданған. Қызылшаның өзі улы көкөніс саналған көрінеді. 14 ғасырда қызылшаны солтүстік Европада өсіре бастады. Қызылшаның құрамында көмірсулар, жасұнық, калий, фосфор, кальций, магний және темір, мырыш, А дәрумендерінің негізі С, В1, В6, Ер және Е дәрумендері, фолий қышқылы өте мол. Жинап алған бойда пісірген қызылшаның емдік қасиеттері өте мол. Ол жасы ұлғайған, гипертониямен және бауыры ауыратындар, іші қатқан адамдарға өте пайдалы. Қызылша көп қайнатуды қажет етеді. 2-3 сағат оны тез пісіру үшін 1 сағат қайнатылған оттан алып, суын төгеді де 10 минут үстіне су ағызып қояды. Ал салат немесе винегрет жасау үшін оны щеткамен тазартып, суық сумен жуып, қабығымен қайнатады. Қайнатқан кезде қызыл түсін жоймас үшін суға құмшекер салуға да болады. 2 литр суға 0,5 шай қасық. Қызылшаны асқа пайдалану біздің сүйектеріміз бен тістерімізге пайдалы әсер береді. Бұл оның құрамындағы кальцийдің арқасында болады. Оның жетіспеушілігі тіс шегеге, мешел ауруына, сүйек керуектігіне және балалардың бойының өсуінің бұзылуына әкеліп соғады. Сондай-ақ қызылша ағзаны тазалайды, шаршағанды басады, қан аздықтың алдын алады, қатерлі ісіктен қорғайды. Әсіресе қызылша шырынының пайдасы ұлан ғасыр. Қызылша шырынымен бәріміздің күрделі мәселеміз саналатын баспа ауруын, яғни ангинаны емдеуге болады. Ол үшін 1 стақан қызылша шырынына 1 ас қасық балды қосыңыз да дайын болған қоспамен күніне 6 рет тамағыңызды шайыңыз. Қызылша шырыны өт жолдары мен шектерді тазартып, асқазанды емдейді. Асқынып кеткен жаралар мен өзге де қабынған теріні таңып тастауға да болады. Қызылша қатерлі ісіктен қорғайтын антиоксиданттардың жоғарғы мөлшері, көздің денсаулығын жақсартады, уытты заттарды жою және жүрек денсаулығын жақсартады. Құрамында қабынуға қарсы қасиеттері де бар. Либидоны сақтауға көмектеседі, қартаюға қарсы қасиеттері де бар. Төзімділікті және бұлшықеттің қалпына келуін арттырады. Темір тапшылығы, яғни анемиясының алдын алуға көмектеседі. Адам спортпен айналысқан кезде мүмкіндігінше қызылшадан жасалған шырын ішуі тиіс. Өйткені қаңқа бұлшықеттерінде қан айналымын жақсартатын азот қышқылы тұзы бар. 100 грамм саумалдықта қанша азот қышқылының тұзы болса, қызылша шырынында да сонша болады. Ол ағзада қан тамырларын кеңейтетін азот тотығына айналады. Зерттеу нәтижесінде сәйкес бұлшықеттегі талшықтардың жақсаруы
қан айналымын 38%-ға жақсартады екен. Бұл әсіресе тез қысқаратын талшықтар үшін өте пайдалы. Шырынның тағы бір пайдасы ағзада қышқыл жоғары болуымен күреседі. Қаныңызды тазартып, қан аздықты емдейді. Сонымен бірге қызылшада калий, магний, ниацин, темір және биотин секілді пайдалы элементтер көптеп кездеседі. Мына аурулар мазалағанда қызылша шырынын міндетті түрде ішіп жүріңіз. Қызылша шырынының емдік қасиеттері орасан, ал дайындау 5-ақ минутты қажет етеді. Нәтижесінде тұла бойыңызда билеген аурудан әп-сәтте айығасыз. Қызылша жемісін шикідей де пісіріп те жеуге болады. Ал шырыны бір емес, бірнеше дертке дауа. Мұны дәрігерлер де, бүгінгінің ғалымдары да жоққа шығара алмайды. Сонымен қызылша шырынының нақты қандай ауруларға шипа болатынына назар аударыңыз. Қаныңызды көбейтеді. Қан аздық кезінде ең керемет ем болатын қызылша шырыны екенін ұмытпаңыз. Қанды көбейту үшін бір стақан қызылша шырыны мен бір ас қасық табиғи таза балды араластырып, күніне 3-4 рет қабылдайсыз. Егер қызылшаға сәбіз бен қара тұрыптың шырынын араластырып ішсеңіз, онда қаныңыз көбейіп, теріңіз тегістеліп, бетіңіз жылтырап шыға келеді, әрі қуатыңыз да артады. Миды жақсартады. Жас ұлғайған сайын адамның миы шаршап, өзінің жұмысын қалыпты жүргізе алмайды екен. Осы кезде есте сақтау қабілетінің нашарлауы, ұмытшақтық секілді жайсыздықтар пайда болады. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылша шырынының көмегіне жүгініңіз. Егер күніне бір стақан балғын дайындалған қызылша шырынын ішіп жүрсеңіз, онда миыңыз жасарып, жұмысы жақсарады. Әсіресе қан қысымы тұрақсыз жандарға таптырмайтын ем. Бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруын бір жолата құтыласыз. Ал қалай ішу керектігіне назар салыңыз. Ем үшін күніне 1 және 3 стақан қызылша шырынын ішесіз. Оған қоса 100 грамм шикі қызылшаны үккіштен өткізіп жейсіз. Қызылшаның құрамында бетаин заты бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына және сары ауруға керемет ем болады. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Егер сізде онкологиялық аурулардың белгілері біліне бастаса, дереу қызылша шырынын ем ретінде қабылдауды әдетке айналдырыңыз. 7 күн үзбей ішіп, қайта тексеруден өтіңіз. Міне ғажап, өз көзіңізге өзіңіз сенбейсіз. Өйткені қызылша шырыны сіздегі онкологиялық клеткаларды қалпына келтіріп, ауруыңыздың алдын алады. Шлактан тазалайды. Қызылша шырынының көмегімен ағзаны улы заттардан, шлактан тазалауға болады. Ол үшін аш қарынға 1-2 ас қасық қызылша шырынын ем ретінде қабылдаңыз. Арада 3 күн өтісімен-ақ кіші дәретіңіздің түсі өзгеріп, бауыр мен ішектің жұмысы жақсарады. Нәтижесінде теріңіз жасарып, ағзаңыз шлактан тазарады. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Қыстан аман есен шығыңыздар.